бір күн ішінде жиналып Астанаға көшіп кеткен. Қол жуушы болуға конкурсқа барамын. Пистолетпен, пышақпен әйтеуір. Қол жуған жоқсыз? Қол сойып жуған жоқпын. Я вам докажу дедім. Если хочешь остаться, останься просто так. О, это знак дедім. Победам бойына түсіп қалдым. Қазір тоқтай тұрсаңыз. Қалай болды? Мен түсінбей қалдым. Чемкенский не ғой енді. Вариант ба? Тура мен Артемдағы бутигіне қарама қарсы бутик ашамын. Мен қазір бизнесқа баруға біраз қорқып қалдым сол кезде. Сіздер бір әйелді басқарасыздар үйлеріңіз. Мен 70 әйелді басқардым. Любой басшыны коррупционер ретінде көреді. А біз ондаймыз ба? Жоқ, мен коррупционер емеспін. Оған да мен докажу дедім да. Кетіп қалдым. Вообще кетейін деп тұр ғой. Мен жасым 50-ге келіп қалды, ақыл айтсам болайын шығар. Мен өз адамдарды екіге бөлемін. Ақ күштер, қара күштер деп. Өмір қысқа екен. Мен онкологияда түсіндім. Ассалаумағалейкум, құрметті себеп салдар подкастымның сүйікті көрермендері. Сіздерге әдеттегідей жаңа шығарылым, жаңа қонақ келді. Қуаныштымын сіздерге біздің подкасттарымыз ұнап жатқанына лайк басып, комментарий жазып, қолдап жүргендеріңізге және одан ары қарай да қолдай береді деген ниеттемін. Бізде бүгін қонақта Айсұлу ханым. Қалайсыз? Саламатсыз ба? Кәсіпкер, бұл кісі біраз жыл ұстаз болған, енді өте керемет қызықты историялармен бүгін бізге бөліседі. Сіздерге де пайдалы болары анық. Дәл қазір лайк басып, комментарий жазып, осы подкасттарымыз ұнап жатса, ойымызбен мүмкін келіспейтін жерлеріңіз болса, оны да жаза кетіңіз. Қалайсыз? Шүкір Аллаға. Көңіл күйіңіз? Жақсы. Қобалжып отырсыз ба? Иә. Бар. Уайымдамаңыз. Біздің оқырмандар өздері қолдап алады. Шынайы болған сайын өтімді болады. Өзіңіз жайлы бір қысқаша таныстырып кетсеңіз. Мен есімім Айсұлу Жақсыбекқызы. Шымкенттің тумасымын. Ауылдан шыққан қызбын. Қазіргі кезде соңғы 20 жылда Астана қаласында тұрамын. Дәл қазіргі уақытта білім саласында кәсіпкермін. Ұстаз болғам, ұстаздарды басқарғам. Жасым 6 айдан кейін 50-ге толады. Жас көрінеді екенсіз. Рахмет. Шымкентте қай ауылынан? Қарақұм ауылынанмын. Ордабасы ауданы. Біз кішкентай кезімізде ол ауылда орыс және неміс ұлттар көп болатын. Өзім орыс класс бітіргем. Сондықтан да қазір сұхбаттың арасында орысша кетіп қалып жатса, ренжімейсіздер. Ренжімейміз. Тек сөгеміз десең. Сондай болып қалмасын. Орысша оқыдыңыз ба? Орыс сыныпын бітіргем, иә. Ойлауым орысша. Қазіргі заманда енді орысша сөйлеген кішкене ұят деп жатыр, ол өзімді тәрбиелеп келе жатырмын. Қазақша сөздік қорымды көбейту үшін көп әдебиет кітаптарды оқимын, және де жаңағыдай осы салада жүрген кісілердің подкасттарын тыңдап, өзім сөздік қорымды көбейтіп жатырмын. Мектепті орысша бітірдіңіз? Иә. Қалай? Мен жақсы оқығам, мектепте өте жақсы оқығам. Бірақ 11 сынып бітіріп жатқан кезімде, енді жаңағы алтын белгі дейді, ол кезде біздің заманымызда оны алтын алқа дейтін беді, ұмытып қалдым қандай екен атын. Бірақ сол алар кезде мектепте мен үйде есімде, мамам кешке жұмыстан келген, қарапайым отбасыда. Сол кезде мектеп директорынан сәлемдеме айтып жіберді, что 1000 сом төлеу керек деп. 1000 сом деген, ол кезде мен мамам 60 сом айлық алатын. Сирғорада сауыншы болып істейді. Сол кезде мамам айтқан, берсеңдер беріңдер, қызым жақсы оқыған, бермесеңдер қоя салыңдар деп. Ол кезде алтын белгіні алса, емтихан тапсырмайтын. Біздің кезімізде 92 жылдарда платный оқу жоқтығын университетте. Платный. Егер грантқа түспесе, платный түседі деген выбор жоқтығын. Түстің, түспесең, онда ауылға барып жұмыс істейтін тұқсын. Сонымен мен жаңа алтын белгімді алмаймын, бірақ оқуға барып тапсырам. Ол кезде ент жоқ, ауызша тапсырамыз. Жазбаша, ауызша. Сонымен өте алмай қалам, түсе алмай қалам. Сонымен ауылға қайтуға намыстанып, жақсы оқығансың, мектеп комсорг болғам, женсовет болғам, коммунист болғам. Сонымен намыстанып сол университеттің қасындағы банкке пол жуушы болуға конкурсқа барам. Конкурс емес, собеседование ғой. Сөйтіп банктың директоры әйел кісі екен. Сонымен сіз вообще мектеп бітіргенсіз ба дейді, жас қызбын ғой. Иә, міне аттестатым, оқуға түспей қалдым, апай ауылға қайтуға намыстанып жатырмын деді. Сонымен ол кісі аттестатымды көрді да, сіз лучше жақсы оқыған екенсің ғой,
онда мен хатшым скоро декретке кетеді, сен соған көмекші болшы деді. Сөйтіп мен хатшылықтан бастадым. Пол жуған жоқсыз? Пол сой жуған жоқпын. Мен жаңағы жақсы оқыған аттестатым ол кісіге ұнады. Еще орыс класс бітіргенмін ғой. Сонымен ол заманда енді компьютер ауылда енді калькуляторды көрмегенбіз ғой. Маған ана машинкамен платежный поручениені басуды тез үйреніп ал деді. Соны тез үйренген соң сен бейімдеу екенсің, грамотный екенсің деп мені андай компьютерный оқуға жіберді. 92 жылдар сол кезде компьютерлер кіре бастады Қазақстанға. Біздің банкті компьютеризация дейді ғой. Сол уақытта соның маманы ретінде мен уже дайын болдым. Сонымен 5 жылдан кейін біз класстастар жолға қойдық. 5 жылдық, 10 жылдық деген нәрседе. Сол 5 жылдықта менің уже ол уақытта 5 жыл өткен кезде мен уже внешэкономический отделдің бас маманы тұғым. Мен уже 2 бөлмелі квартирам бар тұғын Нижний Отырарда. Банкте жақсы маман ретінде берген тұғын. Сосын сол квартирада жаңағы қыздарым, мен класстас қыздарым дипломын жуған кезде мен уже сол өзімнің пәтерінде жаңағы класстарыма вечер жасап берген тұғын. Бұл жерде айтқым келген, ана көбісі қазір оқуға түсе алмай қалады ғой. Немесе бір армандап жүрген бір нәрсеге жете алмай қалады ғой. Сол кезде құлап қалады. Мен ойлаймын, ол кезде Алла тағала басқа бір мүмкіндікті көрсетіп тұрды. Мен сол оқуға түспейғаным арқасында банк саласының мықты маманы болдым. Сосын мен профессионалдық түрде қатты өстім. Өйткені ол әйел кісі кәдімгі личный көмекшісі ретінде мені алып жүрді бәр жерде. Даже мен енді ауылдан шыққан қызбын ғой, қалай киіну керек екенін де білмеймін банк саласында. Қалай переговор жүргізу керек, кәдімгідей барлық деловой переговорларында мен қасына тұрғызып қойдым. Мықты мектептен өттім деп ойлаймын. Одан кейін жаңағыдай Москваға, Новосибирскке мен уже командировкаға жіберетін ол кісі. Внешэкономический отдел деген жаңағы басқа елдегі банктермен жұмыс жасауға мен бейімдеп дайындап қойды, дипломым жоқ болса да. Бірақ сол уақытта ол 1 жылдан кейін айтқан, Айсұлу оқуға түсіп ал, заочно оқы деп. Мен сол заочно ЖМП-ді пединститутын бітірдім. Өтеді информатики. Оқуға түсіп алдыңыз? Түсіп алдым. Сол банкте істеп жүргенде 1 жылдан кейін оқуға түсіп алдым. 2 жылдан кейін бе есімде жоқ, бірақ әйтеуір сол жұмыс жасап жүріп, заочно пединститут бітіргенмін. Кейін банкта қанша жыл істедіңіз? Банк саласында біраз уақыт жұмыс істеп, сол банк кейін жабылды. Көптеген банктер бір уақыттарда жабылған уақыттар болды. Сол кезде ол банкте жабылды. Кейін бір корпорацияға айналды, инвест корпорацияға айналды. Сол инвест корпорацияда бір отделді басқардым мен. Кейін солай әйтеуір сол корпорацияда бітті, банкте жабылған соң мен жаңағы дипломым, мұғалімдік дипломым қажет болды. Мен мектепке, Дарын мектебіне мұғалім болып кірдім. Бірден мұғалім болып алған жоқ, басында лаборант қылып алды, информатика пәнінен. Сонымен опыт жинап, жаңағы ұстаздар қалай беретінін көріп жүріп, мен уже диплом бар ғой, бірақ сабақ беріп көрмедім. Тем более мен очно оқымағам, заочно оқығам. Бірақ сол жерде жаңағы ұстаздардың лаборанты болып қалай сабақ береді, қай уақытта қандай нені дұрыс түсіндіре береді, соны қарап жүріп, мен уже үйреніп алдым. Сөйтіп сабақ бере бастадым. 3 жылдан кейін маған уже рұқсат берді сабақ беруге. Мен өзім 2004 жылға шейін сол жерде жұмыс жасадым. Дарын мектебінде, ұстаз ретінде. Класс жетекші болдым, ұстаз болдым. Әрине мен оқушыларымнан бір мықты гений шығарған жоқпын, бір олимпиадаға апарып. Бірақ мен ол интернат болған соң, оқушылардың көбісі ауылдың балалары тұғын. Дарынды балдарды сол мектеп интернатты жинаған. Сол мектеп интернатта мен класс жетекші болдым. Физика, математика факультеті тұғын. Г классының балдары, қыздары. Бір айтып кетерім, осы күнге дейін мен олармен араласып тұрамын. Жылда олар мені қонаққа шақырады. Осы Астана қаласында кафеге шақырып, гүлдерін әкеліп, сол балалардың бәрі қазір үлкен басшы, өте жақсы қызметте барлығы. Бірақ мен үшін олар әлі сол оқушы шәкірт ретінде қарайды. Тәкаппарлығы жоқ ешқайсында. Өте биік, мен айтайын, көп жетістікке жеткен балалар олар. Қыздар да барлығы. Но мен ойлаймын, сол мектеп кезіндегі адамгершілік, жаңағы ол балаға мен гений жасамасам да, ол балалардың бойына бір, может быть, бір адамгершілікпен араласу, менсінбеушілік болған жоқ та, не дейді ондайды, тіл табыса білу. Жоғарыдан қарамадыңыз ғой? Жоғарыдан қарамадым, мен олармен бірге, солардың вечерлеріне бірге барып,
олар интернатта жатқан кезде айналасында мектеппен төбелесіп жататын, то пистолетпен, то пышақпен, әйтеуір төбелестерінен милициядан шығарып сөйтіп жүретін. Соны айтатын, Айсұлу апай, сіз сол кезде сол бұзық адам өзі лидер болады екен ғой. Қазір ойлаймын да, олардың бәрі лидер, барлығы мықты маман, мықты басшы, адам басқарып отырған, мәдениетті, да, олардан 9 класста ондай нәрсе шығады деп ойламайсың да. Но егер ұстаздарға классындағы оқушысы бұзық болса, оның бұзықтығын басудың қажеті жоқ. Значит, что-то в нем просыпается. Есть такой вот өзінің несі бар да, духы бар жігіт қой, ол духы бар қыз дегендей ғой. Сондай бір не алдым, өмірде опытым бар ұстаз болудың. Сондықтан да әр ұстаз алдында отырған оқушыға жай жұмысым ғой, жай біреудің баласы ғой демей, сол баланың өміріне өзгеріс енгізе алатын тұлға ретінде, сол баламен болыса алатын, бірдей деңгейде бола алатын ұстаз ретінде болса, мен ойлаймын, кейін 20 жылдықта абыроймен қолына бренд сағатты оқушылардың қолынан алып, рахаттанып отырады деп ойлаймын. Ең бастысы сол бір-біріне білмеймін неге олай сақталып қалған, бірақ арамызда сол достық дей ма, ұстаз бен шәкірттің арасындағы сыйластық пен достық қалды. Енді бұл ұстаз сіздің айтқаныңыздан түйіп отқан ой, өзінің қасындағы шәкіртінің тағдырына әсер ете алатын адам. Иә. Жетістікке жетуіне, кез келген нәрседе. Өзіңіз сол ұстаз болып жүрген кезде қандай бір историялар есіңізде қалды, немесе қандай бір тағдырлар есіңізде қалды шәкірттеріңіздің? Мен жаңағы осы мектепте бір оқушым болған, өзі тұйық еді, Сарыағаш облысынан келді деймін, есімде. Тұйық, өзі депрессияда жүргендей болып, әйтеуір терезе қарап отырдым үнеме. Сонымен настроениесі болмай, агрессивный, жұртпен сөйлескісі келмейді. Сонымен бір күні сол кісінің әжесі келді маған, сол баланың әжесі, сонда айтты, жақында мамасынан айырылған еді бала, әкесі алыста, соған бір өзіңіз көз қарасын салып жүріңізші енді деп. Сол кезде мен оны түсіндім, неге ол баланың сабаққа қатыспай, жаңағы басқа жақта, ой басқа жақта екен. Сонымен ол баламды мен жаңағы түрі, андай дикциясы әдемі жігіт та, сонымен мен оны жаңағыдай 8 мартта қыздардың несін жүргізуге бұйырам. Ол қарсылық көрсетеді, бірақ енді класс жетекшісің ғой, жасата аласың ғой. Жасады, оған қатты ұнады ана процесс, анау шапалақтар, анау признание он получил, и сол бала одан кейін ашылып, мектептегі бүкіл іс-шаралардың ведущий болып кетті. Ол артта отырмайды, алдында отыратын, кәдімгідей мектептің өміріне қатысатын мықты бір оқушы болып кетті. Вот сондай уақытта, егер де әр ұстаз бір оқушының үйінде бір жағдай болуы мүмкін, отбасында бір жағдай болуы мүмкін. Сондай уақытта, егер де баланың көңіл күйі жоқ па, қасына бір жеке қалып, ешкімсіз қалып, оған ұрыспай, жай түсіндірме қылып, поддержка беруге. Может, қоғамдық жұмысқа араластыру керек. Ол өзінен өзі депрессияда жүрген адам, бала, ол қоғамдық жұмысқа өзі қашатын болады. Ал қоғамдық жұмысқа салып жерсеңіз, ана додаға түскен бала уже бала ғой қаншадайын шабыттанып, өзін қайттан сол барлық бала қосылатын ортаға қосылып кетеді деп ойлаймын. Ұстаздардың, енді сіз біраз жыл ұстаздық еттіңіз ғой, жаңа класс жетекші болдыңыз, лаборанттан бастадыңыз. Ұстаздардың бір өмірін айтыңызшы, тағдыр қаншалықты қазір біздің Қазақстанда жеңіл, қиын? Мен жекеме көп ұстаздар жазады, аудиториямда ұстаздар көп. Ұстаздықтан көбісі шаршап жүрген көп жазады. Айлықтарына қанағаттанбайды. Выгорание бәрінде. Как будто амалсыз жүрген сияқты да. Өйткені ұстаздардың қазіргі өмірі қағаз көп. Сосын ұстаздарда енді әр мектепте зауч болады, директорден кейінгі заучтар болады, метод зауч. Сол заучтардың өзінің интригалары көп. Олар ана жас мұғалімдерге көп тиісетіні бар. Мен өзім дарыннан кетуге себепшім сондай нәрсе болды менде де. Заучтар, е? Заучпен мен тіл табыса алмадым. Кейде бір намысыма тиетін сөздер өтіп кететін. Мен ұстазмын ғой, мен вроде жұмысымды жақсы атқарып жатырмын. Вроде мен балдарды икемдедім. Ата-аналар риза, бала риза. Ал егер де мен қандай да бір жағынан ол заучқа ұнамағаным, ол значит ол заучтың өзінің проблемасы ғой.
сондықтан да бір екі сол сөзге келгеннен кейін мен одан қайтемін кетемін дедім де Астанаға кетіп қалғам. Бір күн ішінде жиналып Астанаға көшіп кеткенмін. Сондықтан да егер сізге мектебіңіз немесе жұмысыңыз ұнамаса, может пора действовать. Мен қазір сол заучыма рахмет айтамын. Сол кезде маған выживать еткеніне мен көп рахмет айтамын. Меня бы, наверное, восстание не было бы, если бы мен сол комфортный средада жүре бергенде, может мен сол мектепте дарында сол завуч болып отыратын ба едім десеңізші. жоқ, завуч емес, сол мұғалім болып сол 300 мың айлық 400 мың айлық қанағат етіп жүретін едім да. Қазіргі таңда ол сыйлық апарып бермедіңіз бе? апарып беремін ау деймін осы. Қазірге дейін сол кісіге рахмет айтамын. Рахмет ол кісіге. бір рахмет айт, сыйлық апарып берсеңіз шок болып қалсын. Сөйтемін ау деймін. Сол кісінің несімен өсіп кеттім мен. Кейін қайда ауыстыңыз? Астанада. Астанада қалай сонда? Bir күнде көшіп кете салдыңыз ба? Сол кісі қатты бір немен шықтым жұмыстан. Өйткені директор мені жақсы сыйлайтын. Мен сол дарын мектебіне компьютер кіргізіп, қоярда артынан қалмай интернет кіргіздіріп, сол кезде даже интернет Mail.ru деген жоқ заман тұғын. Соны кіргізген үшін мен даже газетке шығарып сөйтіп жүредім. Аяқ астынан кеттім. Үйдегілер қарсы болды, ағаларым. Өйткені енді қыз баласы үйде болу керек дейді ғой. Бірақ сол кезде 30-ға келіп қалған жасым тұғын, сонда бір ағам сөз өтіп кетті. Сен 30-ға келгенше міне машинаны да біз әперіп жатырмыз депсің. Я вам докажу дедім да. Мен сендерден бір тиын алмаймын деп Астанаға кетіп қалдым. Зайчик болып барғам плацкартпен, бір сумкамен, 1,5 мың теңге тиынмен жинап төлеп барғам. Сөйтіп Астана қаласына, банк саласына. Менде опыт бар ғой. Бірінші конкурстан банкке кіріп кеттім жұмысқа. Мектепке енді кірмеймін дедім. Анау енді не бар, травма бар ғой менде. Банкке кірдім. Темірбанк ол кезде бар тұғын, Темірбанкке кірдім. Сонда кірген кезінде 100 сотрудник Севердің астаналық местный, и мен бір өзім Шымкенттен келген. Южани деп па? Южанка пришла деп басталды. Мен 3 айға дейін стажер болдым. Даже 4 ай стажер болдым ба, қиналып кеттім. 8 мың теңге айлықпен жүрдім стажер ретінде. Даже какой-то момент қыстың күні, қыс түсіп кетті, ерте түседі Астанада, сентябрьде қар жауып кетеді, менде аяқ етік алатын ақшам жоқ. Үйден сұрауға намыстанамын, докажу болып кеткен ғой. Сөйтіп, сол екі кештің ортасында далаға шығайын десем, қар жатыр, өзім туфлимен келген жұмысқа. Сонымен обменникте бір кісі, ер азамат, доллар ауыстырып жүргеннен қолында мынандай ақша тұрды. Толық келген кісі. Өзім бірақ не істеймін деп өзім қатты қысылып тұрамын. Ана кісіге тіге бардым да, мен осы жерде стажермін, маған $100 қарыз беріңізші дедім. Білмеймін нағып істеймін. Сосын сөйлеген жоқ та ана кісі. Мен просто стажер едім, маған етігім жоқ еді, қазір етік алмасың. $100 жете ма не саған дейді. Жетеді, хватит мне деді. Өзі қазақ екен, бірақ орысша сөйлеген. Сөйтіп бере салды $100. Мен атым Айсұлу, мен сізге қайтарамын дедім. Сөйтіп бүйтті, қолын сілтеді. Телефоныңызды беріңізші, мен сізге қайтарамын дедім. Берді, кетті. Сөйтіп есінде сол автобустан тез Артемға барып, Артем базары ол кезде далада тұғын. 40 градус аязда тез етік алып бақты болып, сол 7 мың теңгені етігін киіп мәз болғам. 2 айдан кейін сол жаңағы неден жинап, сол кісіге звондадым. Аға, есіңізде ме, сіз маған, мен сізден $100 алғам деп. Сөйткенім, это стажер дейді ғой, атым есімде жоқ. Чё, кто деді, я вам $100 должен. Это ты стажер дейді, да деді. Сіз банкке келесіз, мен сізге қайтарайын десем. Жоқ, мен уақытым жоқ, ана цумда інім істейді, сол жерге апарып берсеңші, пәленшінші бутикке деді. Мен інісіне апарып бергем. Сол кісіні айтамын да, танымайтын адамға. Бересіз бе $100 просто так, етік керек еді ма? До того қысып жерген да. Может, Алла тағала сол қысылып тұрғанын көріп, сол кісіні жіберіп тұрды, алды. 2 кештің ортасында обменный пунктке сағат 6 болып қалған. Сондықтан да бір қысылған жағдайда, адам қиналған жағдайда Алла тағалаға жақсылап сұрау керек дейсіз. Сұраса береді екен. Біреу арқылы, біреуді себепші қылып қасына жіберіп жүреді. Мен өмірімде сондай көп болған екен. Солай қабылдадым өзім. Сөйтіп банкта қанша жыл істедіңіз? Банк саласында сонымен стажерлықтан неге штатқа өткізбейді. Штаттағылар 42 мың айлық алады. Үлкен ақша ол кезде 2005 жылы. Сонымен былай не қылдым, өткізбеді. Сосын бір күні айттым, мен заявление жазамын, в общем Шымкентке қайтамын мен дедім. Уже күн суық, ақша жетпейді, Ролтон надоел, бір бөлмеде 10 қыз жатамыз. Сонымен отдел кадрға кірдім. Мен кетем деп заявление жазып кеттім. Сонымен үйге келіп, анау намыстанып жатырмын да.
я вам докажу деп кеткен ғой негізі. Амал жоқ. Блин, келдің ғой, ты же не смогла деп айтады ғой деп сөйтіп автобусқа отырып ЖД вокзал жаққа қарай келе жатыр едім. Бірақ сол кезде мен өзім сұрадым да, алла тағала маған бір знак берші дедім да, знак. Не дейді анау? Мен орысша ойланамын ғой, знак бір белгі берші, мен кеткім де жоқ та, қалайын десем уже күнін көре алмайын біліп тұрмын ғой. Өлең басталды автобустың ішінде. Ана бір сол кезде модный еді ғой, если хочешь остаться, останься просто так деген бір өлең бар еді. О, это знак дедім, победам бойына түсіп қалдым сол кезде. Сөйтсем банктен отдел кадрын звондайды, уже екінші күн ғой. Сізді срочно директор келсін деп жатыр деп. Сіздің заявлениеңізге қол қоймады, стажер осындай келсін деп жатыр деп. Кіргенім, я вас забыла деді директор, апай айтқан кезде де. Мен сізді отделға бастық қыламын деді. Жаңағы Чимкенская деп жүрген, стажер болып жүрген отделға мен бастық болып кіремін ғой, представляете, 4 айдан кейін. Күшті болды. Сөйтіп жақсы жұмыс істедім. 1 жылдан кейін ипотекаға үй алдым бейбітшіліктің бойынан. Машина алдым кейін, тоже кредитке. Но сол кезінде, кстати, сол банкте істеп жүрген кезімде баяғы мені жұмысқа алған апай бар ғой, сол кісінің қызы ипотекаға астанадан үй алуға келіпті. Сол кіріп келе жатыр да. А мен уже отдел, ипотечный отдел басқарып отырғанмын. Сол кісі кіріп келеді ғой. Айсұлу, сенсің ба? Біраз жыл өтіп кеткен, 15 жыл ма, мені таныпты ол кісі. 2 ай болды ғой ипотека ала алмай жұмыс істейді, госпрограммамен бірден келіп. 2 күннің ішінде алып бердім ана кісіге. Вы что, апай қалай, жағдай қалай деп, осы жақта деді, сонымен ол кісіні балам тұсау кесуіне шақырып. То есть мен жұмыстан кетер кезде я не сжигала мосты, да, ана біреулер бар ғой, бүйтіп араласпайтын болып кетеді бастықтармен. Жоқ, мен араға бірнеше жыл салып сол кісімен көрісіп, енді ұстазым ғой мен алғашқы. Рахметімді айтып, подаркымды беріп, әлде хабарласып тұрамыз бірімізбен. Жақсы қарым-қатынаста қалдық дейсіз ғой. Қарым-қатынаста қалдық. Банкте карьера жақсы болды. Карьера жақсы болды, сосын тұрмысқа шығып, декретке шыққаннан кейін, декреттен кейін 6 жылдан кейін келсем, банктегілер мені алғысы келмейді да, орнында уже. 6 жыл декретте болдыңыз ба сонда? 3-ін тудым ғой, бірден. Подряд. 31-ге келіп шыққан ғой. Үлгерейін дедім де, жүрді ғой. Сонымен 6 жылдан кейін келсем, жақтыртпайды барлығын, сонымен жақтыртпайған жерде жұмыс істесең қиналып кетесің, тем более интрига басталып кетті. Өзім 6 жыл бойы банкте істемеген соң система өзгеріп кеткен, түсіндіргісі келмейді да бәрі. И ақыры сен бастықсың ғой, өзің түсініп ал деді. Сонымен алдыма келген клиенттерге мен не айтарын білмеймін, потому что бүкіл база өзгеріп кеткен да. И где-то мен расчет жасап берген кезде клиентке бірнеше миллионға ошибка расчет жасап бердім. И ол барады директорге жаловаться етеді. Директор бірден на увольнениеға берді. И мен қазір ол директорге де рахмет айттым. Хорошо, что он меня тогда уволил, да? Мен әліпсе жүрерім банкте, сол айлық. Мүшелеп. Сөйтіп банктен кеттіңіз. Банктен кеттім. Бірақ декретте отырған кезде мен құрып отырған жоқпын. Мен андай Чимкентке тойға көп барамын. 3 баламен жалбырап, Чимкенттің құдалықтарының тойына қалмайын. Паспортқа бала шағаны салып алып барып қайтадым тойға. Сөйтіп сол Самал базары бар Чимкентте, сол жерде бір қазақша көйлек сататын апайды көрдім. Ұнады маған қазақша көйлекті. Сөйтіп Астанаға мен қазақша көйлек таситын болдым. Артем базарынан сөйтіп. Орысша ойласаңыз да қазақша киініп жүреді екенсіз өзіңіз. Иә, маған үстіңізде де. Мен өз машинада да қазақша киіп тыңдаймын тек қана. Сол маған күшті, өзіме андай бір ана қазақтың даласында атпен шауып баратқан бір күшті шабыт береді. Анау махаббат жайлы өлеңдер қойсаң депрессия түсіп жүреді. Сен ондайсың, сен кінәлісің, үйттім, бүйттім. Одан қайта күй тыңдаса күшті да. Қанымызда бар ғой күй. Вот сол сондай. Сол қазақша көйлекпен жақсы көтеріліп келе жатыр едік. Ол кісі мен бутиктен бөлек еще қанша түрдан аштым. Тоқтай тұрсаңыз, қалай болды? Мен түсінбей қалдым. Чимкентте мен случайно базарда жүріп, қазақша көйлек сататын бутик көріп қалдым. Бутик емес, бір тігінші апай, бір кішкентай каморканың ішіне көйлек тігеді екен. Мен сол кісіге айтамын, давай мен сенің көйлек алып Астанаға сатамын, мен сол жақта нем бар. Ол идея не үшін келеді? Мен тұрмысқа шыққан кезде көйлекті прокатқа аламын ғой 40 000 теңгеге. Мынау күшті екен ғой дедім, 40 000 теңгеге көйлек аласың, и оны қайта прокатқа бересің. Чимкентский не ғой енді. Вариант ба? Жолдасым семейлік, еще андай орысша мінезді да, зачем это дейді. Подожди, я же все равно дома сижу, да, мен ақша табайын деп, сонымен Чимкентке барып сол бір 10 көйлек сатып алып келіп, декретный ақшама сөйтіп бизнес бастағанмын мен.
сөйтіп бізде бір қателік болды, біздің арамызда, оказывается, енді қазір ғой ондай партнерский бизнес контракт деген ондай нәрсе жоқ, просто мен барып алып кетемін ол кісіден, Астанаға келіп сатамын, күшті кетті. Қазақша көйлек жоқ Астанада да ешкімде, а тут такой вот еще шымкенттіктер оюды өлтіріп тігеді ғой, ана кісінің өнері бар кісі да. Сонымен бір жылдың ішінде жақсы көтерілді, хан шатырдан орын алдым, Кенесарының бойынан сондай точка Атамекен бренд жасадым. Сөйтіп сол бір жылдан кейін бір выставка болды көктемде, қазақша көйлек тігетін отандық өнімдердің выставкасы болады. Мен сосын жаңағы апайым бар ғой, сол базарда кішкене бутикте отырған, ол уже мен ана оптовый, біз екеуміз қатты күлдік, ол кісі уже ояқта үлкен коммерческий помещение алып, жағдайы көтеріліп кеткен десеңізші, джип алып, ол кісі вообще күшті болып кетті. Уже маған 40 мыңнан көйлек сатпай 100 мыңнан сатады, сондай болып кетті ол кісінің жағдайы мықты болып. Сосын мен соны выставкаға шақырдым. Ол Астанада болмағам деп айтатын. Келіңіз, мен сізге билетіңізді беремін, отеліңізді төлеймін, қонаққа келіңіз, сіз сияқтыларды көреміз бірге деп та. Маған қызық болды. Сонымен сол выставкаға ол кісі келеді, біз көйлектерімізді выставить етеміз. Сөйтіп бір күшті, жақсы не алдық, орын алдыңыздар ма? Нет, анау көрермендер көз айырма бірдеңкесін алдық. Сонымен сценаға шақырады ғой, анау күшті жүргізушілер, Нұршах компаниялар жүрген. Сосын мен айтамын, сіздің еңбегіңіз ғой, сіз шығыңыз деймін да. Вот где моя была ошибка. Ол кісі шығады, жаңа грамоталарды, гүлдерді алады, почему-то настроение түсіп келеді. Атамекен деп жазылып тұр ғой, менің брендім ол Атамекен. Түсіп келеді да, сөйлеспей қояды мұнымен да. Мен оны не болғанын білмей қалдым да. Болды, мен қазір қайтамын, самолетқа билет алыңыз, өйтіңіз, бүйтіңіз. Ашуланып, мен ол кезде жолдасым айтты, бірдеңке деп қойдым. Жоқ қой, мен онымен сөйлеспеймін ғой дейді да. Сонымен аэропортқа шығарып салған кезде сізге не болды деймін ғой енді. Сонымен бірдеңке шығарып жіберді. Ұрыс жасаған болып кетті да. Сіздердікі дұрыс емес, сіздер былай болды. Сонымен вообще ұқпай қалдым. Сонымен кетіп қалды ол Шымкентке. Мен звондасам көтермейді. Сөйтеді да, бір айдан кейін тура мен Артемдағы бутигіме қарама-қарсы бутик ашады. Сол кісі? Сол кісі. Мен Кенесардағы бутигіме қарама-қарсы бутик ашады. Бағаны 3 есе төмен қылады. А мен ол выставкаға көп, үйдің ақшасына почти не алғам ғой, товар алғам ғой сол кісімен. Мен 100 мың деген көйлекті ол 30 мыңға сатады. Все, мен хан шатырында арендасын тартамай аламын, Кенесардың да, в общем, сөйтіп. Маған сол кезде қатты удар болған ол кісіні сатқандағы. Ол ойлаймын қызғанды. Кейін ол кісі жақсы көтерілді, журналдарда жүрді, неде жүрді, бірақ мен өзі уже мемлекеттік жұмысқа кіріп кеттім. Кейін ол кісі жоқ болып кетті. Мен қазір сол кісіні іздеймін өзім да, жоқ, еш жерде жоқ. Білмеймін қайда кетіп қалған. И Шымкентте сол базарда қазақша тігетін апайлардан сұраймын, бәрі-бірін таниды. Ол сені Астанаға кезінде алып кеткен ғой, қайықта дейді да бәрі. Мен сол кісі қайда дейді да, мен таппай қалдым Астанадан. Вот бұл жерде қызғанбау керек еді да. Может, біз екеуміз бірге сол жақсы жұмыс істеп жүргенде қазір әжептәуір мировой бренд болмаса да, но Қазақстанда бір жақсы бір топ брендтердің бірі болар еді деп ойлаймын. Қазір тем более қазақша шапандар керемет ғой. Мен ғой. өзім сондайға жақын адам болған соң, мен дизайнына бір не кіргізедім. Мынаны слишком аляписті бүйтіп істемейік, былай жасайық, кішкене сдержанный істейік деп. Екеуміз бірге, маған ұнайтын дизайн разработкалар жасау да, бірге отырып. А ол кісінің қолы, ол действительно өнерлі, шеберлі кісі. Бірақ жаңағыдай сол бизнесқа келгенде сондай түсініспеушілік болып, 2015 жылы екеуміз сонымен екі жаққа кеттік. Серіктестікте бір өміріңізде тәжірибе алдым дейсіз ғой. Содан ау деймін, мен қазір бизнесқа баруға біраз қорқып қалдым сол кісіден. Бірақ кеттім, мемлекеттік жұмысқа барып, басшылық болып отырған кезімде өзім айттым, бір шетінен ол кісіге де рахмет. Жақсы опыт алдым. Кейін мемлекетке бардыңыз? Иә, мемлекеттік жұмысқа барып, конкурсқа қатысып, мемлекеттік балабақшаны басқарып, 8 жыл істедім сол жерде. 70 әйелді басқардым. Сіздер бір әйелді басқарасыздар үйлеріңіз. Мен 70 әйелді басқардым. Астана қаласында өте қиын болған шығар. Барлығы әртүрлі облыстан келген әйелдер. Әрқайсының менталитеті бөлек, құндылықтары бөлек. Біз әйелдер өзі әңгімеге жақынбыз ғой. Көп әңгімеге жақын болып кетеміз кейде. Эмоцияға беріліп кетеміз, интригаға жақын болып кетеміз ғой. Но ничего, өзің қандай болсаң. Менде бір қағида болды, көп әңгіме айтпаңдар.
и екі ол обязательно ұрыс болады. Повар мен повар ұрысады, немесе тәрбиешімен ұрысады, немесе музыкантпен ұрысып қалады. Екеуі де жұмыстан шығады бірден. Мен кто прав, не виноват, ондайын выяснять етпеймін. Все, екеуін де кетесіңдер жұмыстан деймін. И в конце концов мен жұмысымда андай сөйлемейтін болып қалды бәрі. Мен өзім де көп сөйлемеймін да, негізі. Қазір ғой сіздің алдыңызда отырып сайрап отырамын. И жұмыспен дәлелдеңдер дейтін болды. Маған ана ата-аналардың рахметі келіп жатады ғой, біздің мемлекеттік балабақша мықты, күшті деген жетеді да. Ал тәрбиеші мен күштімін деген емес, сендер жұмыспен дәлелдеңдер. Ата-ана саған риза болса, значит сен жұмысың күшті деген сөз. Мемлекеттік балабақшаның 8 жылдық тәжірибеңіз болған екен. Минусы мен плюсын айтыңызшы, осы балабақшада қандай минустар бар? Мемлекеттік балабақшадағы минус, ата-аналар өз жерге келген кезде болады бір кез келген жағдай болып қалады. Бала құлап қалуы мүмкін, немесе қазіргі заманда андай балалар ерекше болып туылып жатқан балдар бар. Сондай кезде ата-анасына біз енді күніге бала көріп жүрген соң ана баланың ерекше екенін бірден көп байқап қояды. Тәрбиеші де байқайды, психолог та байқайды, әдіскер де байқайды, мен де байқаймын, бақылаймыз бір ай, 2 ай. Сосын уже ана баланың ауытқуын көріп тұрамыз да, ата-анасын шақыртамыз. Мына балаға тез арада көмек керек. Өйткені ерекше туылған балдарға жас 6 жасқа толғанша егер тез көмек берсе, ол балаға көмек болады. Оны тыңдай алатын, қабылдай алатын ата-ана бар, қабылдай алмайтын ата-ана бар. Мемлекеттік жұмыста сондай ата-аналарға айтқан кезде олар дереу мені немен қорқытады. Мен сені жұмыстан шығарып жіберемін. Сен кімсің? Сен врач емессің, ондай диагноз қоядың. И амал жоқ анау не дейді? Хочешь лучше, помочь ему, да? А ол сені немен қорқытып тұрады да, я на тебя буду жаловаться, үстінен арыз жазамын деген сияқты. Амал жоқ тілін қысқарады да. Мемлекеттік жұмыста солсы жаман. Сосын мемлекеттік жұмыста не еді анау қасқырдың несі? Аузы жесе де қан, жемесе де қан дейсіз ғой. Они любой басшыны коррупционер ретінде көреді ата-аналар да. Бізде ондай емес пе? Бізде ондай емес. Если Алланы танитын басшы болса, ондай емес. Мен өзім мысалы бір кісі жазып жіберді, сіз мемлекеттік балабақшаны бірнеше жыл басқарыпсыз, әрине сол жерде ішіп жеп садик ашып алғансыз ғой, иә, сондай ғой деп жазып жіберді. Бізде әйелдердің тілі ащы ғой, негізі сүйектен. Сосын мен айттым, жаным, мен жазып отырмын ғой саған, мен мемлекеттік балабақшадан кеткен соң үйімді сатып, ипотекамды жауып, ешкімге қарыз болмай, сол ақшама бизнес бастаған. Неге сен білмей көрмей, зачем бәріне бірдей? Топырақ шашып жатсың. Иә, топырақ шашып, неге шашасың деп та. Өзің қолынан келмесе, оны біреу өйтіп кінәлаудың өзі жоқ. Сол үшін мемлекеттік жұмыста құнсыздандыру көп. Сосын жұмысыңды қаншалықты жақсы істеме, ол жерде сені ол жағынан бағаламайтын сияқты. Білімділігімен, сен мықты жұмысымен бағаланбайсың. Сенде белгі жоқ. Конкретно инструкция бар, сонымен жүресің, нормативный документтер бар, сонымен жүресің, ал сен өзің креатив қосып, өзің жан дүниеңде қажет нәрсені жасай алмайсың. Сен бір форматта жұмыс жасауың керек. Заңға, талапқа лайық. Маған ол ұнамады. Свобода действий нет. Я хотела свободу действий. Сол үшін кеттім. Еркіндік жоқ дейсіз ғой. Еркіндік жоқ. Ол жерде мен мысалы мемлекеттік жұмыста мен өзі, по-моему, бірінші арманым қашан суббота болады? 9-дан 6-ға шейін жұмыстасың. Екінші, биыл маған отпускіге қол қоямын екен. Өйткені бізде бет алды отпускіге жібере бермейді бастықтар. Екіншісі, совещание нешеде бітеді, немесе совещание кешкі 6-ға қойып қоймаса екен, мен сол андай қатты бойдарын да мазалайтын целім сол, арманым сол тұғын. Үлкен арман жоқ қой. Ал еркіндік алған кезде уже үлкен армандарға қол жеткізу басталды. Я могу позволить. Творчестволық шектеулер көп дейсіз ғой, иә? Өте көп. Өйткені мемлекеттік жұмыстағы адамдарға тойдағы суретін салуға болмайды. Біреуден подарка алуға болмайды. Гүл алсаң да алуға болмайды деген сияқты нәрселер бар ғой. Сыйлық коррупция болып саналады деп. Бір рет аэропортта мен бір блогер подписана на него, сол кісіге гүл сыйлаған едім. Инстаграмыңызда келіңізші, мен отметить етемін дейді.
болмайды, мен мемлекеттік жұмыстамын дедім да, бізде болмайды, гүлді сыйладым деген сөз болмайды маған дедім да. Еще ол кісі жаяу жүр екен да, жүріңіз мен машинамен апарып тастаймын дедім да. Сөйтіп и ол дереу ана несін қосып алып, қараңыздар менің подписчицам мынандай машина мініп жүр екен, Toyota Prado бәрі, салмаңыз, вы че, бұндай машина салуға болмайды. Сонымен сол кезде кейін машинада келе жатқанда Риксқа апарып тасташы деді, Балқия ханымға. Сөйтіп айтты, гүл салуға болмайды, машинаны салуға болмайды. Неменеге жүрсіз ол жұмыста дейді. Сізді мен айттым, ол коррупция деп саналады дедім. Сонда сіздерге ұрысын десе, я мен ұрышармын деген ұғыммен жүрсіздер ма деді. Сол кезде наверное просто болмаған шығар. Сол күні түнде мен жаман ойландым. Шынымен мен сонда көніп жүр екенмін ғой деймін да. Иә? Сол нәрсеге ма? Сол нәрсеге. Иә, коррупционер. Жоқ, мен коррупционер емеспін демейсің да. Сен в любом случае сен таза емессің дейді ғой. Соған сіз көніп жүрсіз ғой дейді маған. Ойланып қалдыңыз ба? Содан бастап ойландым. Қатты ойландым сосын. Сөйтіп сол кісінің несін оқидым ютубтан, Аллаға жақындау жайында. Осы Айнұр ханым, Балқия ханымдар бар ғой, Гүлбера ұстаз. Аллаға жақындаған адам көп нәрседен алыстай бастайды, өз дүниеліктен алыстай бастайды. Сосын ниша деген сөздерді бірінші рет естідім. Бір подругам неге кімнің несіне тренингіне билет апты, кім еді анау, Давлатовтың. Ол кісі жігіт іздеп жүретін өзіне постоянно. Сөйтіп біреу айтыпты, ана бизнес тренингке жігіттер көп барады деген ғой. Сөйтіп билет алған. Сөйтеді, бірдеңке болып қалған. Сөйтеді, айтады, Айсұлу, менде билет бар, сен баршы дейді. Сатып алшы дейді. Мен айтамын, 50 мыңға бармаймын. Кім ол? Давлатов кім, не кім? Жоқ, бара салшы, жоқ, сен неменеге алдың дедім. Зачем тебе это дедім? Негізі ол жерде жігіт көп келеді деген соң алған едім дедім. Ладно, енді күйіп кетпесін, жүр барайын мен деп бардым. Сол кезде мен бірінші рет көрдім бизнесмендерді көрдім да, и былай айтып жатыр да, сен қай нишадансың деп бір-бірлерінен сұрайды. Ниша деген сөзіне для меня вообще, сіз қаяқтансыз дейді, госсадиктемін деймін, мен нағып отырмын вообще. Айлығыңыз қанша дейді, 300 мың деймін ғой. Нишаны сол кезде, сол случайно сол тренингке барып мен бизнесмендерді, бір кезде Давлат былай айтты да, мен қазір обедте 2 сағат уақытым бар, мен 2 сағат уақытымда кім сатып алады деген еді. Бір қыз тұрып, жас қыз, $2000 мен сатып аламын дейді. Ойлап қоймын, ана 2 сағат бойы $2000 не деген ақша, анан 2 сағат $2000, а мен бір ай жүріп 300 мың табамын ба. И кейін ана екеуі обед ішіп отырған көріп жүрмін, айналып жүрмін ғой, анаға не айтады $2000 деп ше, не айтты екен, оның өмірі өзгеремеген, мен $2000 жоқ, бірақ не айтады, вот все, мен анау енді басталды да, содан менде. Мен Давлат тыңдай бастадым ютубта, тола ол кісінің мықты нелер. Бизнесқа солай қызға бастадым мен. Все, значит, не только найм есть оказывается, другое что-то. Мен сол кезде түсіндім, что мемлекеттік наймнан басқа тағы бірдеңке бар екен ғой. Сөйтіп мен жұмыстан кетуге бел буып, уже неған кезде анама бардым, сөйтіп мамам айтады ғой. Айналайын қызым ау, сен депутат бола ма деп мақтанып жүрмін ғой, мен сенмен мақтанамын ғой дейді, біз үйде жетеуміз. Қалай кетесің, сен бастықсың ғой дейді ғой. Мен 6 айдай әр 3 ай сайын барып заявление жазам, басшылар жібермейді. Ойланып келіңіз, отпускке барып келіңіз, демалып келіңіз деп. Мен уже ана бизнесқа ана курстарға барып үйреніп алдым, стратегия құру, жоспар құру, бизнесқа дайындалу, ана жоспар мені жеп баратыр да, все, надо уходить, тез ана бастағым келіп қызығып жүр. Құрт қой, бизнесқа да кірем или бір ниша ашам, кәсіппен айналсам деп басыңа бір құрт кірді ма, ол тесіп шықпай тоқтамайды ол. Сол где-то декабрьде бастадым мен бизнесті зерттеп, майда кеттім мен уже. Бірақ мен уже четкий планмен кеттім. Плюсы и минусы деп күніге жазамын. Плюс кетсем не болады, минус кетсем не болады. Минус аз болды да, плюс көп кетті. Минус, что я потеряю, может быть, авторитет, власть потеряю, ары кетсе да, там. Айсұлу Жақсыбековна деп секретаршым шай келгенге болып отырам ба деп, Айнұр ханым тренингіне барғам, сөйтіп кетейін ба, кетпейін ба білмей жүрмін. Айнұр ханым осындай Астана қаласына не берді, тренинг берді, 200 адамдық. Кімде сұрақ бар деді, ұят болса да тұрып сұрайын дедім. Бүкіл адам алдында тұрып айттым да, мен осы неден найымнан кеткім келеді, бірақ қорқып тұрмын деген. Қай жерде істейсіз, садикте дедім. Тегін каша жеп жүргеніңізге мәсіз ба дейді. Кету керек онда, кетем десеңіз. Сөйтіп тегін каша жеймін деп, сол намыстанып кетіп қалғам. Садиктен ба? Садиктен кетіп, уже стратегия жасап, жоспармен
ақша керек қой бизнес бастау үшін. Мен кредит алмаймын дедім. Үйім ипотекада үйім бар тұғын. Как раз пенсия шыққан кезде ипотеканы біту керек тұғын. Бірдей ма екеуі? Бірдей. Алдым да соны саттым. Еще ол не үшін саттым? Маған көршім ұнамайды. Әйел екеуі күніге түнгі 12-ден кейін төбелеседі да. Мен спальныйымды. Таң атқанша екеуі ұйықтатпайды да. Сонымен екеуі ажыраспайды. Сонымен ақыр көршім де жақсы емес. Еще маған бизнес бастау керек. Алып кетті, мен сатамын дедім. Сатып жібердім да, сонымен ипотеканы полностью жауып тастадым. Бүкіл қарыздарын жауып тастадым. Все, менде 20 миллион үстінде не қалды? Ақша қалды. Соған бірінші балабақшамды аштым. Бірінші балабақша, мен балабақшаның системасын бәрін білемін да, бірақ бизнесмен ретінде чуть-чуть мен қателіктер жасап қойдым. Көп затрат жасап қойдым ашқан кезде. Екінші балабақшамда мен уже опытный, жарты жылдан кейін екіншісін аштым ғой, уже мен ондай көп затрат жасаған жоқпын. И екінші балабақшам плюсқа тез шығып кетті. Бірінші балабақша қанша ақша салдыңыз? 15 миллионнан көп салып жібердім. Біріншіге, көп салып қойдым. И ода мен ұзақ рұқсат қағаздарды ала алмай жүрдім СС-тан. Өйткені көп системасын білмей қалдым да, и қателіктер жасап қойдым. Екіншісінде мен уже кәдімгідей сай болып тұрдым да, бәрінен. Бірден, неден де бәрінен тез өттім да, СС нормасынан да, конкурстардан да бәрінен тез алып, ішінде бірден бала да толып кетті. В общем, берекелі болды. Оған қанша салды екіншісіне? Екіншісіне бір жақсы көмек болғаны, мен еще договор арендаға аласың ғой зданияны. Біріншісінде мен бірінші қателік жіберген. Ол бір ай каникул беремін деді. Мен соған көне салдым да, екінші ай. Мен еще май айында ашып тұрмын садикті. Жаз бойы мертвый сезон, балалар каникулда ғой. В общем, сентябрьге шейін адам жоқ. Адам жоқ, пришлось. Сол кезде мен білесің не істедім? Мен машина алып саттым ғой. Арендасын жабу үшін. Сол кезде машинам бар еді, соны саттым да. Аренданы төлеп отырмын. Арзандау машина аламын, RAV4. Сөйтіп келесі айдың арендасы келіп қалса, оны сатып жіберемін, үстінен 1 миллион қалады да, RAV4 алып тез өтетін. Сол кезде машина андай неде автосалонда астықпын ғой. Сөйтіп бір күні маған ескерту келді. Машина көп ауыстырып жатсыз деп та. Сөйтіп налог ма бірдеңкесі көбейіп кетеді ме? Білмеймін ғой, мен аламын сатып жіберемін. Үстінен еще ана үйреніп алдым, колесо КЗД-ді ана төмен бағасы қойып қойсаң өзі не келеді екен ғой. В общем, сондай перекупщик болып кеткен мен. Ана бизнес жүріп жатыр, еще машинаны алып сатып сөйтіп жүрген. Ну ничего, выжили, нормально. Өйткені бизнеста бастаған кезде нелер көп болады, испытание көп болады. Сол уақытта еще мен енді үйімді сатып жібердім ғой. Квартираға шықтым. Сол жылы анау Россияда соғыс басталып, осы жаққа орыстар жабылды ғой. 8 рет квартира ауыстырдым бір жылдың ішінде. Блин, анау бағасын көтеріп жүреді, 400 мыңға немесе 500 мыңға арендаға береді да. Бір айдан кейін келесі айдан бастап 600 мың дейді. Бізде договор бар ғой, уговор бар ғой. Не хотите, идите вон Россияны кучу деп. Сол кезде бір кісіге ренжіген мен. Бір кісіге емес, 8-іне де ренжідім да. Андай бизнес істесеңдер, адал істесеңдер, деймін да, квартирасы кір да, во-первых. Енді анау таза үйде тұрып үйренген соң, тем более мен садикте ана тазалыққа үйреніп қалған ғой. Ана үйге алдымен мен клиник жасатамын. Что неправильно лежит, красить еткіздіріп, туралап, сосын барып көшем да. Бір айдан кейін қайтып көшіп кетем. Сонымен бала шағам айтқан еді. Мама, андай не көшіп үйреніп алдық қой дейді. Давай коробкаларды ашпай қойық дейді. Тағы көшеміз ғой келесі ай. Құдайға шүкір, қазір 4 бөлмелі үйім бар, кредитсіз ипотекасы үй алдым. Осы көктем айында. Көктемде емес, қыста алдым. Бағана біздегі көп осы осындай тақырыптар бар ғой, мемлекет жаман, анау жемқор бірдеме деп айтатын адамдар, мысалы осы квартира сдавать ететін адамдардың бет бейнесі сол Россиядан адамдар келген кезде көрінеді. Оны барлығы көрінеді. Біздің қазақтардың көбі қара көздеріміз квартирада жүр ғой, енді үйі жоқтар. Ай сайын выселять етіп, жаңа бір 100 мың теңге, 200 мың, ана баға өсіп кетсе нәпсілер тоқтай алмай, қазақтарын қуып жіберіп, орнына орыстар кіргізіп, украинецтарды кіргізген. Біраз қазақтар енді бүгін таңда мен ютубымда көріп отқан шығар, ол кісілер. Мен енді ойлаймын, осындай кезде наоборот біздің бір-бірімізге деген шынайылық, кәсіпті жасап жатқан бір беріктік, сен бағана ол сен біреуден 500 мың теңге артық жесең, по-любому сен мына жақтан 5 миллион теңге болып шығады. Біреуді қыстың ортасында қусаң, ол сен по-любому өз алдыңа келеді. Өмір алма кезек. Немесе мысалы мына таксистердің оқиғасы. Көп әңгіме айтады ғой енді. Сол мынау землетрясение болған кезде Алматыда қалай көтерді баға.
30 мың теңге 40 мың теңге деп осы жерде үлкен кісілерден сондай ақша алды да мысалға көрсең енді сол негізі көп мемлекетке қарсы әңгіме айтатын да сол қоғам ғой біздегі андайсыңдар мындайсыңдар мемлекет жемқор деген сияқты если олар сол билікке барса олар одан да бес бетірін жасайын деп тұр да вообще кетейін деп тұр ғой анау менің атам айтатын бар еді түйені түгімен жейді деп сондай болады. Жолдасыңыз да қиналған шығар Жолдасымен мен ажырасып кеткенмін. ол уже кәсіп бастаған кезде жолдасыңыз жоқ Жоқ, мен даже басшылыққа барған кезде, в общем, декретте жүрген кезде ажырасып кеттік қой. Тоже құнсыздандыру ғой енді. Несін айтамын енді? Отбасы болған соң, в общем, тіл тапсырмадық. Қазір ойлаймын, біріншіден менде тәкаппарлығым бар. Оның ол семейлік, мен шымкенттік, екеуміз менталитетный бір-бірімізді түсінбейміз. Соқтығыс болды ғой. Ол таза орыс. Орысша. Өзі қазақ, бірақ орысша да. Менікі таза шымкентский. Біз жақтықлардың тойы көп қой. Ренжиді, не тойларың бітпейді деп. Біз жақтағы тойларға да келіп жатты олар. Біздікілер үйіп төгіп әкеліп тастайды. Енді ол жақта той болған соң обратка беру керек қой ондай кезде. А что мы дадим, мы же сейчас без работы дей салады ол. Оны беру керек, ол берді ғой бізге. Біз де апарып береміз. Лучше араласпай ақ қойшы деймін да. Вот сондай бір ең бастысы ол мені әйел ретінде мысалы құнсыздандырады. Например, сен түрің жаман деп ше. Түрің жаман ба мен мысалы? Ол сөйтіп айтатын да, сен түрің жаман, сен қолынан ештеңе келмейді деп та. Мысалы маған үйленген кезде мен уже үй бар, машинасы бар, былайша самодостаточный, выгодный невеста болған ғой. Енді декретте отырған соң бір шетінен жаңа бизнесте күйіп қалдық қой. Сол кезде ол маған қатты ренжіді. Сен сол әйел сен әкелдің ғой. Неменеге әкелдің? Нормально жүріп жатыр еді, өзің ақ сол выставкаға қатыса бермедің, өзің ақ шыға бермедің, вот сен типа дұрыс жасамадың сол жерде деп. Сонымен солай ұрыс керіспен үйден айырылдық, біраз нәрседен айырылдық. В общем, ақша таусылып қарызға кіріп кеткен кезде біз уже отбасын ұстап қалмайдық. Ұрыс керіс болды, сонымен оған да мен докажу дедім да, кетіп қалдым. Сонымен ол ренжіді ажырасқан соң, бірақ алиментке ештеңе подавать етпеген. И ол ренжіп, бірнеше жыл даже ақшалай да көмек берген жоқ. Мен оған қудалаған жоқпын, сотқа берген жоқпын, алимент талап еткен жоқпын. Бірақ сол 3 балам несібесті ойлаймын, ақшаға мен қиналған жоқпын. Құдайға шүкір, үйлі де болдым. Ипотекаға үй алдым әрине. Үй де болды, машина да болды, кредитке болса да, бірақ мен оның алдына барған жоқпын. Берші, мен қиналып жатырмын, балдарым қиналып жатыр. Немесе сен обязансың, жоқ сен онда неге берем деген жоқпын да. Бірақ ол 6-7 жыл көмектеспегеннен, наоборот, ода проблема көп болды. Жаңағыдай машина алады, салоннан қойып қояды, үстіне тұрған столб құлайды ғой. Столб былайша құламайды ғой, просто так ше. Столб құлайды машинасының қақ ортасынан да, жарамай қалады машинасы. Бір жерде тендерлермен жұмыс істейді, ол поставщиктер ақшасын төлемей қояды, немесе оны сотқа береді. В общем, сөйтіп жүріп бір пирамидаға кіріп кеткен ба, в общем, у него кризис, минус кризис болып кетті да. И 1-2 жыл бұрын, ол 1 жыл бұрын ба даже айтты да, мен қазір қиналып жүрмін қатты. Менен вообще қызым айтып қалды бір күні, 3000 теңге береді тұршы папа деп та. Я что вам, где я вам найду деп ұрысып берді да. Қыз ғой оған өйтіп сөйлеуге болмайды, мен былай шақырып алды да. Сен и так бермейсің ғой ақшаны дедім да. Қызына 3000 теңге тауып бере алмасың, не үшін вообще папа көрсін онда деп. Хотя бы, оған жоқ деп айтпашы деп. И мен айтайын саған, не үшін сенде жоқ дедім да. Негізі сен миссия жер бетіне, ер азаматтың миссиясы анау Алла берген балаларды асырау. Сен қазір асырамай жүрсің. Мен асырап жүрмін. Ал балалар несібес бәрі келіп жатыр. Маған беріп жатыр, Құдайға шүкір деймін да. Сен несібенді өзің жауып қойдың дедім да. Все равно у тебя больше проблем стало дедім да. Ой деді да, бірақ көмектесе бастады. Вот қалай көмектесе? Ойланды ғой, Ойланды, қатты ойланды. Қазір кәдімгідей жақсы көмектеседі. Гүл сыйлап тұрады маған. Балдарының жағдайын жасайды. Жұмысы да жүріп кетті ғой кейін. Жұмысы күшті жүрді қазір. Барлық кредиттерін жапты, барлық қарыздарынан шықты.
жақында салоннан тоже кредитсіз машина алып шықты, молодец. Біз бір бірімізбен даже ол алимент төлемесе де біз жауласқан жоқпыз да, нормально, дружеский. Бізде не бар, бала шаға бар ғой ортада. Біреулер ана жылдап көріспей, ажырасып болды көріспейді ғой бізде қазақтар. Болмаса все бір-бірін сотқа береді, бір-біріне ағайыны жамандап, в общем, ана бала шаған ана әке деп безіп жүреді, көрмей. Соны әйелдерге айтқым келеді, если енді ажырасам деп күйеуге шықпайсыздар ғой, ажырасқан жағдайда күйеулеріңізді қудалап, алимент төле деп артынан қолағанша, лучше өзіңіз дамыңыз, обучитесь, развивайте себя, бір бизнес бастаңыз, өзіңізге қараңыз. Сол кезде бәрібір ана баланы несібесін Алла тағала береді сізге. Бәрі тұрып кетесіз аяғыңызға. Чем фокус, бүкіл энергияңызды жаңағы бұрынғы күйеуім үйтеді, ана үйтеді, бүйтеді дегенше, лучше на себя отправьте фокус. Все, өзіңді дамыт, өзіңді қолға ал, өзің әдемі бол, тірлігің әдемі болсын, әрекетің әдемі болсын. Болды, Алла тағала саған береді балаларың үшін. Қол жайма деген сөз да. Ал ана ер азаматтарға айтарым да, ана баласынан жасырып қашып жүрген ер азаматтар көп қой. Ол әйеліне ренжіп істейді ғой, негізі бұрынғы әйеліне да. Негізі ондайда бәрібір Алла тағала басқа жағынан алып қойды деп ойлаймын. Несібесін өзі жабады ондай еркектер. Одан қайта ер азаматқа мәрттік жарасады дейді. Мәрт ретінде ана 2-3 балам болсын, 1 балам болсын, бар да бер. Өзің жолыңды өзің ашасың. Сол балаға берді да. Сосын жаңағы мен 1 жыл болды, сол бұрынғы күйеуіме рахмет айта бастадым. Мен ешқашан рахмет айтпаған екенмін. Даже бірге тұрған кезде де ол істейді ғой, енді үйде жақсылық істейді. Рахмет, сен көмектестің ғой маған демейді екенмін. Обязансың дейді екенмін да мен. Сөйтіп былтыр мен, блин, сонша жылдан бері неғып жүрсің ғой, рахмет саған дедім да. Все равно сен жақсы әкесің дедім да. Балаларың үшін жақсы әкесің, рахмет саған, что сен балаларыңды тастап кеткен жоқсың. Балаларыңды суббота воскресенье сайын қыдыртып жүрсің, рахмет, молодец, жолың болсын дедім да. И саған бірдеңке болып қалды ма дейді да. Но у него была трансформация походу да. Поэтому әйелдер еркектерге рахмет айтып тұрайық. Просто ғой, әшейін рахмет. Өзіңіз есіңізге түсіріңізші, не үшін рахмет айтуға болады. И мен жасым 50-ге келіп қалды, ақыл айтсам болатын шығар, иә. Ада бәрі ана қазір инстаграмда отыра қалып жастарды үлкендерді ақыл айтады. Мен 50-ге келіп енді басынан өткенсің, ақыл айтқым келіп отыр да. Айып етпеңіздер. Қатты кетіп қалған жоқпын ба? Жоқ. Енді біз мынандай ғой, қазіргі таңда сіздің айтып жатқан тақырыптардан ажырасуға отбасыларды насихаттамаймыз. Ол түсінікті. Бірақ бір нәрсе бар, бізден қоғамда кейбір ұят деген нәрсені енді барлығы да айтып жүр ғой, банальный болса да айтайын. Бірақ шынымен де бізде ажырасу өте жоғары. Бірақ ажырасудан кейінгі әйелдердің тағдыры талқыланбайды. Как будто олар жоқ қой, көз алдымызда. Бірақ біз мойындасақ та мойындамасақ та әрбір отбасының қасында сондай адамдар бар, көріп жатырмыз. Бәрінде бар. Ажырасқан, басқа нәрседе бәрі любой шаңырақта бар. Сондықтан сіздің айтып жатқан нәрсеңіз біреулерге мүмкін өздеріне сабақ қылып алар. Жаңағы отбасыдағы құндылықтар. Сіз де жақсы нәрсе айтып жатсыз ғой, бұл тек қана жолдасынан емес, өзімнің де минустарым деп. Рахмет айтпағам деген нәрсенің өзі де негізі бір инсайт қой енді адамға. Қазір айтып жатыр ғой, благодарность жазу керек Алла тағалаға деп ше. Благодарность жазған сайын типа артады деп ше. Шүкір етсең артады деген ғой. Иә. Сол хотя бы рахмет айтсаңыз, сізге сол ер азаматыңыз жақсылық жасауға тырысады да. Ол рахмет айту өте қиын екен. Мен айтар кезде ше, тәкаппарлығым жібермей кекештеніп зорғай. Рахмет деп па. Бірақ айтқаннан кейін кәдімгідей шынайы айту керек та. Шынайы айтты мен. Шынымен сен помнишь, сен анау қыстың күні мен машинам қатып қалғанда сен келіп соны істемегенде кім істер еді? Рахмет саған дедім да. Ажырастың болды, өлмесең қатқал деген жоқсың ғой дедім да. Мысалы мен балабақшам біреу көмірмен жағылады, сол бір қыстың күні мен бір рабочийім пешті бұзып қойыпты. Соның түн ортасында сол барып жаны ашып, біледі ғой ана балабақша өзінің бала шағасын асырап отқанын біледі да. Сондықтан да сондай уақытта ер азаматтар отбасымен ажырастым, баламмен ажырастым, не болса болсын, кейін өскен кезде мені тауып алады деген әңгіме ол бос әңгіме. Өскен кезде ол баланы өзін жетеді травмасы ше. Кішкентай кезінде дәл менің балаларыма әкесі осы подростковый, осы кішкентайынан қазір әкесін күніге көреді ғой, мен қарсы болмағанмын, көрсет бір-бірімен қыдырады. Именно олардың еркек ретінде жігіт болып келе жатқандар сол папасының тәрбиесі деп ойлаймын. Шешім қабылдай алулары,
рискованность, даже машина айдауды үйреніп алыпты да уже олар. Кішкентай ғой. Папасы үйретпегенде кім үйретті? Балық аулауды, сондай еркекке тән қасиеті біз үйрете алмаймыз әйелдер. Сіздер үйретесіздер. Жаңағы мұсылмандықты енді папасы үйретпесе де менің балдарым мысалы мешітке барып өздері құран оқи алады, сондай нәрселерді имандылық дейді ғой. Жаңа ұстаздарға да айтып кетермін, мектепте кішкене сол имандылық, сосын әке шешені сыйлау деген әңгіме айтылса. Мен анау жақында неде Мальдивада, мен әр мемлекетте болғанда балабақшаларын аралағанды жақсы көремін. Хоббиіңіз бе сонда? Хоббиім, қызық маған ше. Сингапурда болған кезімде балабақшаларын 4 жастан бастап көбейтуді ойластым. 4 жасар балалар уже дамып кеткен мемлекеттер ғой. Ал Мальдивада мен балабақшада болдым осы биыл январь айында. Сонда 3 жасар балдар Құран оқи алады. Кітапты ашып қойып араб тіліне. Мальдив мұсылман мемлекеті ғой. Мен мұсылман мемлекет. Сонда балабақшасына кірсем, кіргеннен бастап дәрет алудың суреттері тұр. Сосын әке шешені прям құрметтеу, алақанның ішінде әке шеше деген суреттер ғой. Бәрі сондай. Насихат сондай екен. Бізде балабақшада ну погоди, смешарики ғой. Ешқандай не құндылық жоқ суреттерді біз ілеміз да. А мен ана балабақша ішінде келе жатып, ана бала сонда бесіктен белі шықпай жатып, ана ата ананы былай құрметтеу деген нәрсені көздерінен қиып жатыр да. Сөйтіп сол балабақша меңгерушісі жаңа енді ортада переводчик бар, отыра тұрыңыз, қазір сабақ басталып жатыр деді. Сөйтіп жаңа Құран оқи бастады, 3 жасар балдар. Оларды оқыған кезде енді дауыстары бөпе ғой, ана бөпе дауыспен, бір дауыспен бір 20 бала Құран оқыған кезде жылап жібердім мен. Какой-то момент жүрегім дыр ете қалды. Мен оқи алмаймын ғой өйткені да. Бір білмеймін, Алла тағаламен бір байланыс болды ма, бір өкіріп жыладым, өзім ұялып кетіп шығып кеттім кабинеттен. Кейін ана түсінбей жатыр да, сізді біреу ренжітті ма дейді, директор. Жоқ, мен просто өзім білмеймін, бірдеңке болды дедім. Алла тағаладан бір не келді деймін. Мына бала оқи алғанда сен не істеп жүрсің деген сияқты да. Сондай бір инсайт келді. Сол жерде ме? Иә. Қазір қанша балабақшаңыз бар? Қазіргі таңда біреу, негізі екеу еді. Біреуін мен саттым. Екіншісі жүріп жатыр. 150 бала ішінде бар балабақшамда. Коммерческий помещение алуға тырысып жатырмын даму программасы арқылы. Арендада емес, өзім помещениемде садик ашқым келіп отыр қазір. Аренданың өзінде қанша табыс табасыз? 5 миллион ғой, 4-5 миллион. Балабақшаны табуға болады сондай тұрақты табыс. Иә, тұрақты табыс. Айына 1 рет, 2 рет барамын мен жұмысқа. Рахат Команда десеңізші. бұл жерде бизнес бастаған кезде бірден ондай болған жоқ. Мен өзім даже поварда болғам, уборщица болып бастағам. Тәрбиешісі де боламын, кейде нянькасы да болып кеткем. Қазіргі таңда жұмыс жақсы қойылды. Поэтому мен айына 1 рет, 2 рет кіріп шығам. И то жаңағы заведующийларым келінші, Айсұлу апай бір көріп кетіңізші, біздің еңбегімізді бағалаңызшы деген кезде ғана барамын. Олардың еңбегін бағалау керек. Былтыр мен 3 қызметкерімді Дубайға жіберген тұғым, көріп келіңдер деп. Олардың даже паспорты да жоқ, паспорт алып, дем алып, бір күшті болып келген қыздарым. Ол мотивация түрінде. Өйткені ұстаз расширение болды. Ел көрсе, жер көрсе, мотивация. Өсіп қалады дейсіз ғой. Өсіп қалады ғой. Сосын беріліп істейді. Биыл енді Дубай жағынан ойланған жоқпын әлі. Көре жатармын. Қалай болады дейсіз? Қалай болады? 2 балабақша емес қой, 1 балабақша. Жеңілірек па? Доход аз ғой. 2 балабақшадан 10 миллион еді, қазір 5 миллион деп па. Жаңа проектімен жасап жатырмын. Не проект? Жаңа проект бастап жатырмын. Бұл идея, бұл проектіні бастау. Мен почему-то қазіргі тауып отқан табысым аз сияқты өзіме. Бір түрлі аз сияқты да, бір түрлі дым істеп жүрмеген сияқтымын да, жұмысқа бармайсың ғой. Что-то мен мүмкіндігім көп сияқты да. Но что-то мен басқа нәрсе істей алатын сияқтымын, бірақ істемей жүрген сияқтымын. Сосын инфобизнесті жаңа курс сатып көрейін ба дедім. Балабақша жайында. Сосын ол что-то тоже менікі емес сияқты ма, бір сөйтіп бір күні бір бизнес. Мен бір сөзіңізді бөле кетейінші. Мен сізді андай көріп жатырмын да қазір. Қазақ қоғамындағы әйелдерге кәсібін жасауға, өз-өздерімен күресуге, енді күресу деген дұрыс емес шығар, өз-өздерін қабылдауға, дамытуға бір кеңес айтсаңыз күшті кететін сияқты да. Как найымнан кәсіпке ауысу керек, чтобы было и экологично. Бізде әйтпесе андай ғой, көп жағдайда басын шауып тастай салады да, мына жаққа бүйтіп секіріп кетеді,
и сосын ол жақта не тут- істерін білмей қалады, қайтып барады. Иә, қайтып барады, мына жақта абырой жоқ, Иә. мына жерде өз-өзіне деген обесценивание басталады, жыны келеді, нервісі Иә. ауырады деген сияқты. Вот осы процесстарды бір күшті түсіндіретін образ көріп тұрмын. Айта беріңіз. Сол образ мен кету үшін просто так кетіп қалған жоқпын ғой, болды мен кетемін деп. Мен бірнеше бизнес курстарға бардым. Целенаправленно мен уже кететінімді білдім ғой. Мен өзіме кәдімгідей ұстаз іздедім. Бизнес навыки, операционный менеджмент деген көп нәрселерді оқып шықтым. Қазір заман басқа ғой. Жаңағыдай қазақша көйлектің заманы басқа ғой. Ауыз киген ғой ол жақта. Сол үшін мен кітаптан бөлек жаңа бизнес тренерлерге барып, сосын өзім қорқынышым. Страшно же уходить, блин, ну стабильный жұмыс, стабильный айлық, ал кетіп қалсаң еще үйін сатасың, ол бола ма болмай ма, далада қалып кетсем ше, күйсем ше деген енді қорқыныштар жетеді. Сол қорқыныштармен даже жұмыс істейтін курс сатып алғанмын ғой мен. Даже оны проработка жасап, кәдімгі анау мемлекеттік балабақшада сағат кешкі 6-тан кейін қалып, түнгі 11-ге шейін соны проработка жасап отыратын, жылап аламын арасында. Неше түрлі таракандар шығады. Но дело во мне екен білдім да. Жертва болып, бірге қол созып отырғанша бір әрекет етсем, и бір күні бір уағыз, мен негізі ютубтан уағыз тыңдайды екен, болмаса сондай бизнес нелерді тыңдаймын. И бір уағыз шығып қалды. Ерлан ұстаз ба? Ақадаев. Білмеймін, бір әйтеуір уағыз шығып қалды. Тәуекел етіп, әрекет етемін, Алла тағала мен бастадым десең, Алла өзі саған қарай бәрін жасап береді. Все, анау маған Знак дедіңіз ғой. знак дедім. Есімде қалғаны жаңа прорабатывать, страх проработала, бизнес стратегия құруды, цельно бәрін жасап алдым мен. Мен уже кәдімгідей даже үйім қаншаға өтетіні үшін, ол ақшаның қай жаққа кететіні үшін жасап алғам. Мен уже пошаговый да, здание, ниет, бірақ үлкен ниет жасап жүрмін. Тахаджудқа тұрып. И ниетіме қарай бір күні сол еще мемлекеттік балабақшада уже кетем міне деп тұрған кезде бір кісі звондайды, бізде офис босап отыр, сіз балабақша ашпайсыз ба деп. Туысым тұғын, сіз балабақша ашам деп жүрдіңіз ғой, көріп кетсеңізші барып деп. Барып көрдім, бірден ұнады. Уже точно мен кетем дедім. Все. Сонымен сразу кеттім. Бұл жерде еще айтқым келгені, анау сіз айтып жатсыз ғой, жаңа жұмыстан кетіп, не туда, не сюда болып қалдым. Просто так кетудің қажеті жоқ. Состояниемен жұмыс істеп алу керек да, дайындап. Даже бизнесте жүрген адамдардың көбісі минусқа кіріп кетіп жатыр. Қазір қарызға, они умеют зарабатывать, но не умеют сохранить. Стабильности нету, да. Сосын ол алады, лучше баяғы жұмысым артық еді, не істедім деп артқа қарай шегініп кетіп қалады. Сол үшін состояниемен жұмыс жасау керек. Өзіңді дайындау керек. Тәуекел етіп, мен есімде сол соңғы күні қоштасып, коллективпен қоштасып, гүлін алып шығып, есікті балабақшаның есігін жауып, коллектив машинама баратқан кезде еще бүйтіп қойдым, аспанға қарап, Алла тағала тәуекел еттім, міне кеттім, енді сен өзің маған жарғыш дедім. Жар болды. Құдайға шүкір. Машалла дейді ғой енді бізде. Көз тимесін. Құдайға шүкір. Сосын әйел балдары сондай бір неде өздерін көбінесе тастап жүретіні бар. Сосын біреуден көре бастайды да. Кінәлі басталады. Кінәлі бастайды. Айналаны кінәлі, бастықты кінәлайды. Сол еді негізі. Немесе баяғыда мамам түсем деген оқуды оқымай қойған енді сондай. Мен бір қарамамды бір апай істейтін еді. Күшті маманда жалғыз қызы бар екен, менімен жасты екен да. Бір жерде жұмыс істемейді да. Сол айтатын, марқұм қайтыс болып кетті ковидте сол апай. Сол айтатын, ай сол сендей қызым болса мен мақтанар едім деп та. Ол мен не болды? Завхоз болды маған. Сол кісі айтатын, қызым маған ренжулі дей беретін да. Сосын бір күні қызы мамасына келіп қалған кезде сұрады, сіз неменеге ренжіп жүрсіз? Вообще мамаңыз күшті ғой деп та. Сосын айтады, мен биші болғым келген еді, мамам алды да мені бухгалтер қылып қойды дейді. И все соған ренжіп, ол өмір бойы жұмыс істемей жүр да. Ана жер кіреді, мына жер кіреді, короче, сондай да. Вот сондай біреу кінәлі емес, өзіңнің өміріңді жасағың келсе, жасап аласың. Өзің жауапкершілік ал дейсіз ғой. Сен күйеуіңді кінәлі емес, біреулер айтады, күйеуім шығармайды, өйтпейді. Жасағың келсе жасап аласың. Сылтау ғой. Сылтау. Сосын ана 30-дан асқан әйелдер вообще өзіне қарамай қойды, тастап жібереді ғой. Күйеуі шықтым болды. Сосын жүреді, күйеуім жүріп кетті, күйеуім қарамай қойды, күйеуім ақша бермейді. Ну ты сама себя возьми в руки. Өзіңді қолға алып, ана тамақты кішкене тый.
өзіңді қолға алып кішкене таңертең жүріп дамы да ана ер азаматтың алға кетіп бара жатыр, сен үйде отырып қалдың деме. ютубта қазір оқытатын нәрсе көп, тегін оқышы, сылтауратпай да, мәдениетті нәрсе тыңдау керек та. Қазір әйелдер андай болып сөйлейтін болып кеткен ғой, еркек шора болып сөйлейтін болып кеткен, байқайсыз ба? Че там деп сөйлей салатын әйелдер жаман андай ерсі. Біз бәрібір нәзік жанды әйелміз. Біз тем более қазақ қоғамында қазақ әйелдері, біздің ойлаймын әжелеріміз че там деп батырлардың алдына түспеген шығар. Біз бәрі еркектердің артында тұруымыз керек та. Поэтому әйел екенімізді ұмытпайық, өзімізге қарайық, сөзімізді мәдениетті қылайық, көркем сөйлейік. Сұрақ, өзіңіздің состояниеңізге қалай қарайсыз? Бір әдеттеріңізбен бөлісе аласыз ба, күнделікті жасайтын? Мен күнделікті жасайтын әдетім бірі, таңғы 5-те тұрамын. Намаздан кейін ұйықтамаймын да, таңғы астана уақытта. Ұйқыңызға мән бересіз? Ұйықтам, қатты мән беремін, ерте ұйықтаймын, ерте тұрам. Сол екен ғой жас көрінетініңіздің себебі. Таңғы 5-те тұрасыз? Обязательно менде скандинавская ходьба бар. 10 қадам жасаймын. Паркке арнайы барамын өзім, паркіме барып, скандинавский ходьба жасаймын. Ол жерде жүрген кезде менде алдымен Алладан көп кешіріп жүремін, астағфируллах, зікір айтып жүремін өзіме. Сосын Аллаға не үшін шүкір айтамыз? Анау біреулер Аллаға шүкір үйім бар, Аллаға шүкір машинам бар дей береміз ғой. Жоқ, мен Аллаға шүкір бүгін әдемі болып былай ауа райы тұрғанына шүкір, кеше анау танысым маған комплимент айтқанына шүкір, или там сондай бір моменттерге шүкір айтамын да мен. Реально вот вчера что было, бүгін мысалы не болады. Сосын шүкір айтып болған соң мен сол жаяу жүріп көзім ашық, жолды велодорожкамен кетіп бара жатырмын, жолмен. Сол жерде мен өзім визуализация жасаймын. Кәдімгідей Абу Даби плазада бір жерде офисте корпорацияны басқарған, мен бірнеше мықты уже бизнестерім бар. Андай премиум класс бизнес Мерседестің артында мен кетіп бара жатырмын, водителім алдында деген сияқты. В общем, сондай визуализация, сонымен бітіремін. Сосын мен өзі кептарларды жақсы көремін. Қай жерде жүрсем де кептарлар мені тауып, соларға жем алып барамын. Кешке дайындап қоямын өзім. Машинама салып қоямын. Мен машинамда всегда жем жүреді. Көрген жерімде кептарларды көрсем тоқтап, соларға жем шашып, кайфую от этого. Білмеймін, мен құстардың, ақ құстар, ақ нелер бар ғой, кептарлар сәл алыстау жүреді да. Қазір маған жақындайтын болған. Оны уже знакты для меня. Қара кептарлар бар ғой, олар андай черный рабочий сияқты ше. Аналар тектілері, ақтар бар ғой, бір ерекше сұлу құстар, олар бет алып жерден жей бермейді, олар басқаша жейді. Биыл уже аққуларды үйретіп алдым, біліп алдым не тамақ ішетіндерін. Сондай бір нем бар, хобби деймін. Ақ күшпін десеңізші. Мен өз адамдарды екіге бөлем. Ақ күштер, қара күштер деп. Сіз ақ күш екенсіз как раз. Состоянтолог екенсіз. Мен өзім состоянтологпын деп айтамын. Екінші профессиям. Продажниктен кейін профессиям. Состояниеге қатты мән беремін. Состояние. Иә, өзім адамдардың энергетикасына, өзім состояниема, көңіл күйіме, жәнегі сондай нәрселерге, процесстарға күшті. Табиғатта жүріп, именно табиғатта жаңағыдай, мен даже құмырсқаларға тамақ алып барамын ғой. Жан жануарлардың анасымын десеңізші. Адам шақырыпсыз демесін қазір аудиторияңыз. Анау кейде анау жұмысым жүрмей бір еріншектік жалқаулық басса, мен ана құмырсқалардың ұясының төбесінен қарап тұрамын да, не деген еңбек қой аналарды ше. Кейде күріш шашып жіберсең ше, ана күрішті ше бір секундта жоқ қылып жібереді ғой, үйлеріне кіргізіп алады да тез-тез. Айсұлу қайта кетіп қалмасын деп. Соларға кейде конфет шашып, не шашып, оларға қыс бойы кәдімгі азық-түлік болады ғой. Ол да Алланың бір жаратқан пендесі ғой. Алла разылық үшін деп беремін да. Ұмытпай салып аламын, соны бір күні балам күліп жатыр еді машина ішінен, соны уже жемдер шашылып кетеді ғой, былай неған соны. Вообще мама не представляет, БМВ и жем дейді да, вообще. Не соприкасаемый дейді ғой. Сәйкес келмейді дейді. Сәйкес келмейді дейді. Ешкім ойламайды мынандай машина ішінен жем шашушы адам кіреді деп дейді. Вот не дейді, жақсылық жасап жүру ғой. Не только адамға да, жануарларға да жақсылық жасауға ниет. Мен даже больницада жатсам да, Алматыда да қыдырып жүрсем де, шымшықтар неме келеді, подоконнигіме өздері. Жаңағы больницада медсестраға көрсетпейді, не бересің да? Ұрсады ғой, шығып кетеді деп. В общем, бәрін біліп алам, шымшық бәрі. Былтыр мен өзімді андай денсаулығым нашарлай бастады, сосын өзімді в общем, онкологиядан бірақ шықтым. Подозрение болды ма? Подозрение болып, сонымен подтверждация етіліп.
сөйтіп онкологияға жатқан кезде ол жерде жатқан кезде енді кәдімгідей өмірмен уже қоштаса бастайсың ше, уже андай ұсақ өмір аура сүрмей. сондай ғой енді, орта аурасы, сондай. иә. И жаңағы палатадағы апам 80-дегі орыс кісі тұғын, апашка жылай береді да, я вот внучка хотел, что внучка женился бірдеңке деп, типа аз өмір сүрдім деп тұр да, 80-дегі апа, 3-ші стадия екен. Мен оған қосылып жылаймын. Мен айттым ғой, мен әлі 3 баламды үйлендірген жоқ, мен кәдімгі өзім уже кетіп бара жатырмын ана жақтан, апам қол ұстасып. И кейіннен палатаға басқа апайлар түседі, олар да жылайды, мен оларға қосылып жылаймын. И что-то смотрю, менің температура уже андай қатты өзгеріп бара жатыр да, ана нашарлап бара жатқанын түсіндім да. И өзіме айттым, по-моему, мен, кажется, неге кіріп кеттім. Жертваға кіріп кеттім. Өзімді аяйып бара жатырмын уже. Өліп қалатын болдым деп. Жан татты екен да негізі. Сосын мен алдында, короче, сол уақытта мен бизнес нелерді сатып аламын. Тренинг сатып аламын. Визуализация жасаймын, наушник киіп алып. Как будто мен онкологияда емес, бір неде, Мальдивада бір жерде демалып жатқан адам сияқтымын да, типа Таиландта массаж істетіп жатырмын деген сияқты. Өзім бірақ целый день неде жатасың, капельницада. Көзім жұмып аламын, сосын палатадағылар ренжи бастады, мына біз менсінбей жүр ғой өзінше деп та. Мен просто олардың ана негативный әңгімесін естігім келмеді да, поэтому басыңызға қандай сондай жаман ауру түскен кезде, главное өзіңізді өзіңіз шығарып алыңыз. Егер жаңағыдай позитивті ойлап, өзіңізді аяй бермей, сол жолдан тез шығардың жолын іздеу. Мен сол палатада отырып, жаңа нелерде, зумда сабақтарда отырадым мен еще. Сонымен сол 3 айдың ішіне шығып кеттім. Сол маған не берді? Сол ауру маған өзіне өзің қарасай Айсұлу деген не берді, знак берген сияқты. Өзіммен айналыса бастадым. Сол уақыттан бастап мен таңғы уақытта жүруді бастадым. Йога, 12 кило салмақ тастадым. Қазір мен в первую очередь, мен негізі жұрт үшін өмір сүретін тұғым. Қазір өзім үшін в первую очередь, если сен барғың келсе, Айсұлу бар деп өзімнен сұраймын, денемнен сұраймын, денем жауап береді. Барғың келмесе бармашы Айсұлу деп бармаймын. Вот поэтому жаңа жұртпен қырылып, ұрсып жүрген кезіңізде басыңызға сондай ауру келіп қалуы мүмкін да. Лучше гармония жить с собой. Өз-өзімен. Бәле іздемей, ұрыс іздемей. Менде андай привычка болады, біреудің бойынан ана жамандық іздеп тұрады, минус іздегім келіп тұрады. Біз өз бәріміз сондаймыз ғой. Туған тәпішкесі біртүрлі екен деген сияқты. Привычка ғой уже. Басын жумапты деп па? Иә, басын жумап. Біртүрлі ана шкаф қойып қойыпты үйлеріне деген сияқты да. Қонаққа барса да даже тамағын еті что-то андай семіз ғой емес сияқты ғой деген андай бар ғой. Соның бәрін тоқтату керек та. Плюсын ғана іздесек, жауының үстінен де сен даже плюс деп аласың. Менде бір кісі болған, қызметкерім. Қатты үлкен ақшаға мені лақтырып кетті да. Бухгалтер. Бұрынға. Сон бойынан мен зорға плюстар, бірақ таптым плюстарды. Ақтап алдым да өзіме. Сол кезде маған жеңіл болды. А то мен ренжіп, сол кісіге прям қанша жыл бойы груз болып жүрген еді. Поэтому жылдап біреуге ренжіп жүргенше, ол ақыры ауруға әкеліп соғады ғой. Лучше өзіңді өмір қысқа екенін мен онкологияда түсіндім. Өмірдің жаман тәтті екенін түсіндім да. Ана прям қимай қаласың, терезеден қарайсың да, блин, мынаны мен бағаламаппын ғой дейсің да. Все, қазір бір күндік өмірмен сүріп жүрмін. Міне, ояндым ба, шүкір. Все. Біз бір нәрсені бағалау үшін или бір нәрсенің қадірін білу үшін жоғалтуымыз керек. Иә, адами инстинкт сондай да. Кез келген нәрсенің қадіріне біз тек қана айырылған кезде жететін сияқтымыз. Сол кезде бақытты екенмін ғой деген сияқты да. Зато сол аурудың арқасында мен қазір өзімді қолға алып, денсаулығымды ойлап, өзімді ойлап, это, по-моему, трансформационный год дейді ғой, сондай болды мен үшін. Өзімді басқа адам сияқтымын қазір ше. Басқа адамсыз? Өзгерген. Иә, өзгерген. Айналама сол кезде мен уайымдағаным еще уже шығарып атады ғой енді, например, да, уже соған кетіп қаласың ғой. Осы адам жақсы болды ма, жаман адам болды ма деп айтар ма екен, сол волнует болып кеткен ғой да, вообще образға кіріп кеткен ғой қатты. Осыны мен енді ойлаймын, бағанағыда сіздің мен осыны сұрадыңыз ғой, осы нәрсені адамдарға трансляция жасау керек сізге. Қарапайым нәрседен бастау керек. Менде Айжұлдыз Адайбекова эксперт болды, Жанар Айжанованың қызы. Екеуміз 3,5 жыл бірге жұмыс істестік. Мен продюсер болдым, ол кісі экспертім болды. Бірақ біз Қазақстан нарығында өте үлкен
марафон жасадық. Даму деген марафон жасадық. 6 потоктан тұрды. 105 мың адам оқыды. Күшті. Біздің алғашқы сабақтар білесіз бе неден басталатын? Таңғы 7-те эфир жүретін, құстарға жем шашудан басталатын. Да? Сол марафон 100 мыңнан аса адам алды да сатып алды. Ақылы түрде. Бұның артындағы нәрсе не? Намерение. Ниетіміз. Ниет. Жастардың өзгерту, депрессиядан сақтау деген нәрселердің барлығы бізге өте үлкен тұратын. Мысалы мен оның кітабын өзі 30 мыңға жуық адам алды ғой деймін. Сабжули деген қазақша кітабы бар. Сондай сияқты. Өте үлкен феноменальный результаттар болды. Бірақ енді қарасам бір гениальный нәрсе айтқан жоқпыз. Осы таңда тұр, бір стакан су іш, күніне 10 сөз ағылшынша жатта, құстарға жем шаш, садақа бер деген сияқты нәрселер. 15 мың шаг деген сияқты нәрселер болды да. Сондықтан мен ойлаймын, осы өзіңіздің өміріңіздегі тәжірибелерді жинап, осыны бір әйел адамдарға, тіпті еркек адамдарға да кәдімгідей бір мотивация да. Өйткені бізде қазір тұлғалар жетіспейді. Өкінішке орай. Өйткені мен үнемі айтамын, біздің ескі геройларымыз уже картиді. Ескірді, жаңармай қалды. Алпамыс батырымыз болсын, басқа да батырлар уже бір образын елестете алмайсың. Анау сағат сайын өсіпті, тау адам деген сияқты пейзажды уже адамдар қатты теппейді. Сондықтан мен ойлаймын, осы нәрсені егер трансляция жасаңыз керемет болады. Енді біздің көріп отырған оқырмандарға айтарым, сізге жазылбасын, осыны сізден алып өздерінің өмірлерінде қолданса, нұр үстіне нұр болады. Енді Айсұлухан, бүгін керемет подкаст болды. Өте қатты, өзіме шын айтамын, ұнады. Ашылдыңыз. Басында ашылмай ма деп едім, жаңа қобалжып отқанға, соңына қарай ашылып, шынайы бір күшті не бердіңіз. Мен енді кейде өзім бір осылай жақын тартқан қонақтарымнан сыйлық сұраймын. Не берсек болады? Қазіргі заманда ақша көп нәрсеге пайдасын тигізіп жатады ғой. Сондықтан да 3 адам дедіңіз ғой, 3 адамға 50 мыңнан сыйлық ретінде берейік. Ол жақсы комментарий жазу керек, қызық қылып. Бүйтейік, мына жерде Айсұлу ханымның парақшасын шығарып қоямын. Инстаграмда тіркеліп алыңыздар. Менің парақшам бар, Тайыр Нұғман Инстаграм. Және осы себеп салдардан бүгінгі біздің көрген подкасттан комментарий жазсын. Сөйтіп, енді ұнаған жерлері болса өздеріне рэпс жасасын. Сол ішінен 3 адам таңдап алайық. Бола ма? Жақсы комментарий, не инсайт алды, мүмкін қандай ой. Күйеулеріне рахмет айтқан әйелдер жазсын да, солар арасында. Болмаса балаларына көмектеспей кеткен әке барып балалармен көрістім бүгін деген комментарий кетсе күшті болады. Шынайы болса егер. Мүмкін, көрейік. Өзіміз таңдап аламыз. Сол ұнаған адамдарды. Рахмет сізге, сәттілік тілеймін.